Мен просто мына жерде қарап отқан Құдайымнан тіл сақтасын, қандай әдемі құдашалар құдалар. Қараңыздаршы. Жақсы қалаңыз ба? Да. Bir еркелеп бетінен сүйіп қойыңызшы. Қошемет дейді. Действительно, мына кісі анаңыз ба? Мейлі. Анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды, сондай olur. Қошемет дейді. Аба менің анам кетіп қалған, бір кішкене есіме түсіп маған енді почти қыз сіздердікі. Спокойно сөйлей беріңіз, спокойно сөйлей беріңіз. Келіңіз. Мынау айналайын құдағилар, бәріміздің басымызды қосып отқанына 2 жас. Осы 2 жас бақытты болсын, дәулетті болсын, тіккен шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Әруақтар дендері сау болып, бала шағалы өмірге шөбіріл болсын мұны. Оразхан мен Қалбайдың ең кішкентай баласы осы айналайын. Әруақтар дендері сау болып, бала шағалар көп болып, өмірге шөбіріл болсын. Осы тойға жетпегендерін бәрін осы тойға жетіңдер айтады. Жаныдай, еркелейді есілді еркелетсен баладай. Өзіңді әтмей сыйлайды, жамандыққа қимайды. Қолда барын береді, қыздар аман болсын. Кімге күйеуге тиіп кетсе де төркініне келетінде әйтеуір төркініне бір нәрсені ұрлап келеді. Сол үшін қыздарға шапалап ағайын сіз келін алға сонда қыздың жолы жүршілер. Енді қалдық өкіріп жүрмеңіз. Сонша қыздың өйлегін дейіп бармай маған тос бермей қойды. Рахмет Тамада жолдас. Мына бүгінгі себепкер болып отқан 2 жас, Құда қаласа қыздарына сырға салайық деп келіп отырмыз. Бүкіл жаңағы жамағатымызды жинап, баламыз ұнатқасын. Мына құдағилар айналайын төрге шығарып отырғандарына мыңда бір рахмет. Мынау орныңыз әр уақытта осы ауылда төрде болсын. Мына 2 жасқа тіккен шаңырағы биік, керегесі тең, терезесі тең, іші үбірлі шүбірлі бала шаға болсын. Құда қаласа менің інім мен келінімнің қолында қалатын келін. Келіндерінің бәрі жұмыс бабыменен жан-жаққа кетіп қалған. Бірақтан сол келіндердің бәрі үйдегі келіндер ұқсап қызмет етеді. Сол келіндеріміз жақсы біздің. Сол келіндердің аяғын алып кетеді деп мен сені аламын ау. Әр уақытта осы елге тойға келейік. Тойларымыз той қоласын. Мына ешқайсымыздың отырған орнымыз жоғалмасын. Мына келатқан құрбан айт құтты болсын. Құда сөйлесін. Қордай аудан жағып отырмайды. Құрметті құдағилар, мен өзі осы ауылдан, келіншегім осы ауылдан. Қайын жұрт менің Қордай. Ол бөтен емес, одан кейін бұдан үлкен 2 ұлым осы Қордайдың келін алғам 2-ім. Енді мына 3-ші ұлымда Қордайды ұнатып қалған, әкенің жолын қолдау дейді бұнда. Тағы бір қыз алып жатырмыз Қордайдан. Біз өзіміз осы Қордайда тұрып кеткенбіз. Бір жағынан қайын жұртты жақсы көретін күйеудеміз ғой. Значит, баламда соған таңдап шығар, әкенің жолын қолдау. Бәрі уақытта тойда келіскейік. Мына біз өзіміз Түркістан Кентау деген қаладамыз. Қоңырат елінен. Енді келіп отқанның біразы сол Кентау Түркістаннан келіп отыр. Оның үстіне мына қайын жұрт дейді, мына Қасымхан Шапырашты. Одан кейін мына жерде құдағым отыр. Бекен деген мына құдағиым отыр. Сондықтан айтайын дегенім, тек қана тойға жиналайық басымыз. 2 бала бақытты болсын. Солар бақытты болса, біз артынан еріп жүре береміз. Мен мына құдаға қарап отырып, құда қатабы спокойно екен. Айтпай қоймас, Қордайдың алабай еріпті. Кім Қордайдың қызын алады, түбі Қордайда қалады деді ғой. Шапарашының қызына шапалап дейді. Мен маған әшін бұл кісі
сіздермен бұрыннан көрген кіріп келе жатқандар сразу білген. Жада мына жапырақ жердің күйеуі боласыз ғой деймін бетіп келе тұр. Қасымханның жүрісін қара. Міне, Қасымханға келіншегі жаққан екен, Қасымханның келіншегін мақтайын деп жатырмын. Осындай жапырақшының жігіті қаяқтан тапқан екен. Әйеліңе рахмет, көрініп тұр, қазір артымен баққан екен.